Ғали Бегалиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы Ролан қызы Ақмоншақ. Ғылыми жобамның тақырыбы ортаның қышқылдығы, pH және адам денсаулығы, бағыты медицина. Зерттеудің мақсаты түрлі сусындар арасындағы қышқылдық негізгі күйін зерттеп, оның адам денсаулығына әсері. Зерттеудің міндеті қышқылдық және pH түсінігін қарастыру. Танымал және жиі тұтылатын сусындардың pH мәнін анықтау. Жұмысының өзектілігі сусындар мен тағамдардың қышқылдық деңгейі әртүрлі. Бұл қасиеттердің бірі ортаның қышқылы. Бұл олардың денеге әртүрлі қышқылдықтың бар екенін білдіреді. Гипотеза: pH орта дегеніміз не, және бұл түсінік адам ағзасында болып жатқан процестермен қандай байланысқа ие? pH ағысынша хидроген сутектің белсенділігі күші. Кез келген ерітіндідегі қышқылдық мен сілтінің қатынасын анықтау үшін қолданатын индикатор. Қышқылдықтың жоғарылануы ацидоз тудыратын асқынулар, сүйек сынғыштығы, тірек қимыл аппаратында басқа да бұзылуы, салмақ қосу, қант диабеті, бүйрек және қуық аурулары, тастардың пайда болуы, аллергия реакциялардың пайда болуы, иммунитеттің төмендеуі, жүрек қан тамырларының ауруы, сүт қышқылының жиналуына байланысты буындар мен бұлшықеттердің ауруы. Сілтілік құрамының жоғарылануына алкалоз, тері мен бауыр проблемалары, ауыз және дененің қатты және жағымсыз иістер шығуы, ішек проблемалар, паразиттің көбеюі, созылмалы аурулар, іш қату, кейбір тағамдарға аллергия реакцияларының пайда болуы. Менің тәжірибемде 7 сусынға эксперимент жасаған болатынбыз. Біріншісі Кока-Кола. pH қышқылдығы 4,5. Адам ағзасын қышқылдандырады, адам ағзасына өте зиян. Бізде екінші тәжірибеде өткен мастер лимонад сусыны. pH қышқылдығы 5. Адам ағзасын қышқылдандырады, ересектер мен балаларға өте зиян. Бөтелкедегі су 7. Сілтіндіреді, адам ағзасына пайдалы. 5-ші қарашай бізде 5,5. Қышқылдандырмайды, сілтіндірмейді. Қорытындысы бейтарап. Горелла энергетик сусыны 3,5. Қышқылдандырмайды, адам ағзасына өте зиян. Кептірілген жеміс компоты қышқылдығы 7,4. Адам ағзасын сілтіндіреді, қорытынды пайдалы. Менің тәжірибе жасағанымдағы фотосуреттер және де адам ағзасындағы сұйықтықтың қышқылдығы. Сілекей қышқылдығы бізде 6,8-7,5 құрайды. Қанның қышқылдығы 7,4. Зардың қышқылдығы 6 мен 5 құрайды. Адам ағзасына дұрыс тамақтану сауығу жолы. Мен осы жобаның зерттеу барысында қышқыл негіз орталық қалыпқа келтіру арқылы денсаулықты жақсартуда болатынын түсіндім. Әртүрлі сусындар ішіндегі pH көрсеткішін зерттеп, сонымен қатар теориялық білімге талдау арқылы қышқыл негіздік теңгерім адам денсаулығына көрсетіп болып табылатын факторлардың бірі екенін ұғындым. Әмбебап индикатор қағазы. Кез келген қажетті сұйықтықтың ауыз су, сусындар, соның ішінде дене қышқылдықтары, зәр, сілекей, тағы да басқа. pH деңгейін өлшеудің жылдам және әдісі екенін ұғындым. Менің сіздерге ұсынатым әрдайым өнімнің pH-ына назар аударыңыздар. Біздің ағзамызға жапырақты салаттар, көкөністер тағы да басқа түрлері, жаңғақтар, кептірілген жеміс,
дақылдар және газсыз су сияқты тағы да басқа ағзамызды сілтендіреді. Ет, балық, ағын өнімдері, кофе, лимонад шырыны, кондитерлік өнімдер біздің денемізді қышқылдандырады.